Саламатсыздар ма әріптестер, біздің бүгінгі сабағымыз математика пәнінің мұғалімдеріне арналады. Бұл әріптестеріміз біздің қазіргі таңда оқушыларға есепті түсіндіру жағынан қиналып жатыр, яғни қандай программа тиімді екенін біле алмай жатқан жай бар. Мен сондықтан бұл мұғалімдерге өзіміздің ноутбугымыздан, компьютерімізден табылатын программа Paint ұсынамын. Міне Paint программасы. Осы программамен оқушыларға сабақ түсіндіруге болады. Ол үшін қалай түсіндіреміз? Біріншіден бізге осы компьютердің, ноутбуктың экранын суретке, яғни видеоға түсіріп отыратын Bandicam бағдарламасын қондырып алуымыз керек. Бұл бағдарлама туралы өткен сабақтарымда айтқан болатынмын. Және екіншісі презентация керек. Презентацияны білеміз өзіміз, осылай қосып қоямыз. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы осындай деп бастаймыз. Оқу мақсаты осындай дейміз. Бүгінгі тақырыбымыз Пифагор теоремасы болса, оның ережесін нақтылап түсіндіре кетеміз. Сөйтіп, бұл слайд аяқталғаннан кейін бірден Fight бағдарламасына қосыламыз. Fight бағдарламасына қосылғаннан кейін енді оқушыларға есепті түсіндіруіміз керек. Пифагор теоремасы деген құрметті оқушылар тікбұрышты үшбұрыштарға қатысты айтылады. Яғни гипотенузаның квадраты катеттерінің квадратының қосындысына тең болады деп. Мысал үшін есептеп көрейік дейік. Мына жерде әртүрлі кестешкілер бар. Таңдап аламыз, өзімізге жазуға ыңғайлы. Ал кеттік. Мына жер 16 болсын. Яғни мына жер 9 болсын. Енді мына жерді табу керек қой. Оқушылар осының барлығын осылай түсіндіресіздер. X квадрат деп аламыз. Он алтының квадратынан оқушылар 9-дің квадратын азайтамыз дейміз. Сол секілді есепті түсіндіре берсек болады. Міне жоғарғы жақта түрлі панельдер бар, құрметті оқытушылар, көріп тұрғандарыңыздай тікбұрышты, үшбұрыш, тең қабырғалы үшбұрыш деген секілді өзімізге қажетті фигураларды таңдап ала береміз. Және қажетімізше сыза береміз. Мысалы, түбір астына ала саламыз бүйтіп есептерді. Не болмаса бөлшек есептерді де сыза берсек болады, бұлай. Бастысы бұл жерде біз компьютерді тиімді пайдалануымыз болып тұр. Яғни мышканы тез пайдалануымыз, басқа да заттарды тез пайдалануымыз ескеріледі. Жалпы осылай түсіндірген оқушыларға тиімдірек болады. Міне мына жақтағы кішкене түймешені тарту арқылы бетті ұлғайта берсек те болады. Тиісінше үлкейтіп, немесе қысқартып деген секілді. Мұнда жалпы есеп болғаннан кейін біз бұл жазып болғандарымызды тиісінше жоғалтып тастап, келесі бетке есепті жалғастыра беруімізге болады. Бұны олай ысырсақ та болады, немесе көлемін кішірейтіп тастасақ та болады, мүлдем. Көрдіңіз бе, көлемін кішірейіп қалады, сөйтіп өзімізге қажетті келесі есептерді жасай береміз. Бұл жерде түсін өзгертуге болады, жаңа кестешкені қызыл түске қойсақтар да болады. Анықтап түсіндіру үшін оқушылар. Осыны кестешкені таңдап аламыз. Мінекей, мына жерде оның кестешкенің де көлемі бар. Қалың қылып жазу, жұқа қылып жазу деген секілді. Көппен көрдіңіздер ме? Міне осылай жазыла береді. Және бізде бұл жерде тағы бір дүние сөз жазуға да болады, сөз жазуға да болады. Адам баласы деп жазып қойық, мінекей. Сөз жазып қоюға да болады осылай. Математиканың барысында да міндетті түрде сөз де керек болып жатады ғой. Сол кезде осылай жазып қоюға болады. Оны да көлемін тиісінше үлкейте аламыз, сөздің де көлемін оқушыларға көріну үшін. Жалпы осы Paint бағдарламасын пайдалану арқылы есептеріңізді түсіндіре берсеңіздер болады. Ал телефонмен түсіндіруге де болады, ол туралы келесі сабақта көрсететін болайын сіздерге. Егерде телефонмен жасаймын десеңіздер, ұсыныстарыңызды пікір алаңына жазып кетіңіздер.